Мысалға мүмкін бізде бүгінгі сабақта ас қорыту жүйесінің физиологиясына тоқтайтын боламыз. Бірінші біз мына сұрақтарды қарайық. Жалпы ас қорыту деген не? Ас қорыту дегеніміз, яғни бұл астың организмге түсуі, ішек, асқазан сияқты органдарды ыдырап қорытуын айтамыз, иә. Бұл ас қорыту жүйесі деп аталады. Ас қорыту жүйесінде қандай органдар жатады? Яғни бізде ең маңызды бұл ауыз, яғни ауыз арқылы тағам механикалық және химиялық сияқты жаңағы өңдеулерден өтеді, жұтқыншақ, өңеш, одан кейін асқазан, ішектер деген сияқты органдар жатады, иә. Ас қорыту не үшін қажет? Ас қорытудың яғни ең маңызды яғни құрылымдардың бірі деп айтсақ болады, ол бізге жасушаның түзілуіне және жасушаның жаңаруына, адамның өсіп өнуіне, дамуын қамтамасыз ететін құрылыс материалдарын және тіршілік әрекетіне жұмсалатын энергияның көзі болып табылады, иә. Бізде жалпы тамақтануды бізде екіге бөліп қарастырады. Яғни адамдардың тамақтануы эндогенді және экзогенді деп бөліп қарастырады, иә. Жалпы эндогендіге тоқтайық. Ол бізде сыртқы ортадан қорек түспесе де адам біразға дейін өмір сүреді. Мысалға, ашықтан адамдар кейде 2 немесе 3 тәулікте қайтыс болады, иә. Яғни сол уақытқа дейін бұл эндогенді қоректену болып табылады. Ол жаңағы өз жасушасындағы органикалық заттарды пайдаланып отырады, иә. Ал экзогенді дегеніміз бұл жаңағы қоректік затты сыртқы ортадан алып отырады. Мысалға, біздің күнделікті тамақтануымыз, су ішуіміз деген сияқты тамақтану болып табылады, иә. Келесі бұл бізде астың қорытылуына тоқталайық. Жалпы астың қорытылуы физикалық және химиялық деп бөліп қарастырамыз, иә. Физикалыққа тоқтай кетейік, яғни бұл түсінікті. Бұл асты кесектеп жаңағы ұсталып, бөлшектенеді, сілекеймен шыланады, жұмсарады, яғни бізде тамақты жейміз, сол кезде біздің ауыз қуысына барып, кесектеліп, бөлшектеніп, жаңағы сілекей болып, жаңағы өңешімізге түседі. Ал химиялық өңдеу, яғни химиялық өңдеуге тоқталатын болсақ, бұл жаңағы ішек қарын ферменттері қатысатын болып табылады. Яғни бізде ас қорыту ферменті ашытқы гидролазалар деген топ, яғни топ болады. Ашытқы гидролазалар осы тобына жататын болып табылады. Яғни ас қорыту ферменті ашытқы гидролазалар тобына жатады. Олар бізде сусыз және де жаңағыдай құрғақ ортада да әсер ете алмайды деген сөз болып табылады, иә. Яғни гидролазалар дегеніміз ол жаңағы су орта деген мағынада алсақ та болады. Бұл бізде ферменттердің әсерінен органикалық заттар ыдырап және мономерлерге айналады, иә. Бізде кейбір тұз, су, жаңағы ас құрамындағы органикалық заттар ыдырамай бізде тікелей қанға өте алмайды, иә. Сол үшін бұл бізде химиялық өңдеу процестері жүреді. Одан кейін бізде гидролазалық ферменттерге тоқталайық, иә. Жалпы бізде аутолитикалық ферменттер, симбионттық гидролаза және меншікті гидролаза деп осы 3 бөлікке бөліп қарастырамыз. Жалпы бізде аутолитикалық фермент дегеніміз не? Яғни бұл ананың құрамындағы ферменттерді біз кішкентай кезімізде аламыз, иә. Мысалға, біз сәби болған кезімізде ему арқылы ана сүтінен ана сүтінің құрамындағы ферменттерді өзімізге аламыз. Ал симбионттық фермент дегеніміз, яғни бұл бактериялар мен жаңағы бір жасушалы жәндіктер қатысуының нәтижесінде жаңағы гидролиздік жаңағы үрдісті іске асырады. Ол тек бізде жаңағы тоқшекте ғана болады. Бізде көбінесе ондай бактерия, бір жасушалы жәндіктер, ол бізде жаңағы тоқшегімізде көп болады. Одан кейін бізде меншікті гидролазаға тоқтайық. Яғни олар адамдағы жаңағы негізгі ас қорытуға қатысатын асқазан ішек ферменттері болып табылады, иә. Осы бізде гидролиз үрдісінің орналасуына қарай екіге бөлінеді. Жасуша ішілік, яғни жасуша ішінде болатындар, және жасушадан тыс жерде деп бөліп қарастырады. Қазір біз жасуша ішіндегісін айта кетейік. Жасуша ішіндегісі бұл фагоцитоз, пиноцитоз арқылы жасушаларда өтетін жаңағы заттар болады ғой. Және олар лизосомалық ферменттер қатысуымен гидролизге ұшырап отырады жасуша ішінде. Ал жасушадан тыс жерге тоқталайық. Оларды бізде негізінен екіге бөліп қарастырады. Одан кейін олар бізде қуыстық, яғни дистанттық және де мембраналық деп бөліп қарастырады. Яғни мембраналықты бізде кейде контактылық деп атайды. Дистанттыққа тоқтайық, яғни қуыстыққа, яғни ас қорыту ферменті түзілетін жасушадан
оқшау жерде және де ішек қарын түтігінде өтетін болып табылады. Қуыстық гидролиз әсерінен бізде жаңағы өнім пайда болады ғой, оны бізде гликокаликс қабатынан мембрана бетінде мономерге айналдырады да, одан кейін микроканалдар арқылы ішек жасушасына өтіп, осы кезде бізде жаңағы сіңіру процесі пайда болады, иә. Одан кейін бізде мембраналыққа тоқталайық, яғни ол бізде ішек түтігінің ішкі бетінде сумен жанасып жататын болып табылады, және оның эпителийі жасушаларында гликокаликстегі ферменттің әсерінен пайда болатын гидролиз деп айтайық, иә. Келесі бізде жалпы гидролиз міне үрдістің орналасуына қарай жасуша ішінде, жасушадан тыс жерде, жасуша ішіндегі жаңа айтып кеттік, фагоцитоз және пиноцитоз арқылы дедік. Жасушадан тыс жерде екіге бөлінеді, не дистанттық және қуыстық деп, иә. Келесі бұл бізде ас қорыту ағзаларына тоқталайық. Жалпы ас қорыту ағзалары, так, ас қорыту ағзасы мына жерде бізде ауыз, мына жерде ауыз қуысы, жұтқыншақ, одан кейін өңеш арқылы, мына жерде өңеш арқылы келіп тұр, иә. Қараңыз, өңеш, асқазан, мына жерде бізде 12 ішек болады. Ішекті бізде үшке бөліп қарастырады, анатомиядан өтесіздер. 12 ішек, аш ішек, мына жерде мақын ішек, тоқ ішек, жоғарылаған, көлденең, төменгі, сигма тәрізді деп бөліп қарасамыз, одан кейін тік ішекті жатқызамыз. Бізде ас қорыту жүйесінде жаңағы осы органдар жатады. Келесі бізде ас қорыту жүйесінің қызметтеріне тоқталайық. Ас қорыту жүйесінің қызметтері. Жалпы бізде сөз шығару қызметін айтылған, яғни бұл бізде сілекей, ішек, асқазан және ұйқы безі, бауыр, осы бізде сөз шығару қызметтерін атқарады. Сөлдің құрамында бізде гидролазалар, яғни органикалық заттарды ыдырататын ферменттер болады. Біз жаңа айттық қой, гидролазалар деген осындай ферменттер болады деп. Бізде осы жаңағы ферменттерді үш топқа бөліп қарастырады, протеаза, липаза, карбогидролаза деп бөліп қарастырады. Яғни бізде соңында аза жалғанатын болса, ол бізде фермент деп аталады. Протеазаға тоқтайық, ол бізде белокты пептидті амин қышқылына ыдырататын болып табылады. Ал липаза әрбір май қышқылын жаңағы глицеридке ыдыратып отырады. Ал карбогидролаза бұл полисахаридті моносахаридке ыдыратып отыратын болып табылады. Яғни бұл бізде ас қорыту жүйесінің сөз шығару қызметі. Ал екінші қозғалыстық қызметіне тоқталайық. Бұл ас қорытуға қатысатын жаңағы организмдер бір-бірімен түйіседі де ұзыннан созылып, жаңағы ол жердегі жаңағы нелер болады ғой, салалы бұлшықеттер, яғни сфинктерларды құрайды. Сол арқылы жаңағы тағамды қозғап не істейді? Жылжытады. Мысалға, мына жерде былай айта кетейік. Мына суретте мына қараңыздар. Бізде асқазанның, ішектердің, яғни қозғалғыштық қызметі, яғни өңештен түседі, жұтқыншақ арқылы қысылады бұлшықет, сөйтеді, тамақты жылжытады былай қарай. Мына жерде тағы бір сфинктер болады. Кардиальды сфинктер болады, осы арқылы асқазанға түседі де, ары қарай мына жерден пилорикалық сфинктер болады, сол арқылы, яғни қысып, яғни тамақтарды осы ішектерден өткізіп, сіңіп, ары қарай тоқ ішек, тік ішек арқылы шығып кетеді. Осы қызметін айтқан. Келесі бұл бізде сіңіру қызметі, яғни бұл ауыз қуысынан ішкі мүшеге қарай, яғни шырышты қабықтар арқылы тағамдарды ыдыратып, қан мен лимфаға және биологиялық мембранаға өтіп, тұздар мен жаңағы дәрумендерді сіңіріп қалады. Яғни тағам түсті асқазанға, асқазаннан ары қарай осы ішектер жаңағы ыдыратады. Жаңа айттық қой, бізде протеаза, липаза, карбогидролаза деген сияқты ферменттер жаңағы ыдыратып, қан мен жаңағы лимфаға және биологиялық мембранадан өтеді, сол арқылы ары қарай сіңіру қызметін атқарады. Келесі бұл бізде эндосекреторлық қызметіне тоқталайық, яғни немесе шығарушы қызмет деп атайды, яғни организмнен қорытылмаған ас қалдығын, сонымен қатар, мысалға бізде ас түсті, одан кейін ол
мына жерде жартысы қорытылды, одан кейін шығып бара жатқан кезде осы қан мен лимфаға сіңбей қалғандары болады ғой, одан кейін ішекке сіңбей қалған бөліктері осы тоқшектен тікшекке қарай сыртқа шығарып отырады. Осыны бізде эндосекреторлық қызметі деп атайды. Ал эндокриндік қызметіне тоқталайық. Жалпы бұл кезде қарын мен ішектің жаңағы шырышты қабығында гастроинтерстициналдық гормон бөледі. Яғни ол астың ыдырауына, зат алмасуға, өсіп өнуге, жаңағы ағзаның қанмен қамтамасыз етуіне қатысады да. Осы қазіргі таңда осы эндокриндік жүйесінде қазіргі таңда ғалымдар 25 жаңағы гормон түзіледі деп жаңағы зерттеп отыр. Одан кейін бізде осы бір гормонды айта кетейік, арентин және де диэнтрин деген гормондар болады. Жалпы арентин деген бұл бізде жасөспірімнің денесінде жаңағы түзіліс үрдісін көбейтеді, яғни өсу, жаңағы дамуды жоғарылататын және де адамның тәбетін жақсартатын гормон болып табылады. Ал диэнтрин керісінше жаңағы зат алмасуларды реттейді және жаңағы түзілістерді бақылап отырады. Сонымен қатар биологиялық мембрананың өткізгіштігін реттейді, яғни биологиялық мембрана арқылы бізде жаңағы сіңілу процесі жүреді. Келесі бұл бізде ас қорытудың зерттеу әдістері. Жалпы ас қорытуды зерттеу кезінде көптеген зерттеулер жасалынады бар ғой. Ол кезде кейбір әдістер тиімді болды, тиімсіз болды. Соның бірі бізде вивенциация. Бұл негізінен қатты тиімді болған жоқ. Яғни бұл әдіс арқылы қан айналым физиологиясын жаңағы зерттеу кезінде өте құнды материал алынғанмен, бірақ ас қорыту физиологиясын зерттеуге қатты жарамды болған жоқ. Өйткені жануарға наркоз беріп ұйықтатады. Ол ас қорыту безіне түтік қойылады да, одан кейін бірнеше тамшы сөл алуға болатын болды бұл кезде. Бірақ ондай сөл өте таза емес болды бар ғой оны зерттеуге. Сондықтан бұл әдіс қатты жаңағы зерттеуге мүмкіндік бере қоймады. Ал келесі бұл бізде жаңағы фистула әдісі. Бұл кезде жаңағы таза жаңағы сөлді алды. Яғни ол ағза қуысын немесе безі сыртқы ортамен байланыстырып тұрады да. Ал бұл әдісті қолдану үшін бізде бірінші наркоз береді, одан кейін антисептика және де асептика талабына сай операция жасалады. Яғни түтікті жаңағы безге қойып, оны сыртқы ортамен шығарып байланыстырады да. Одан кейін сол жерден жасанды тамақтандыру арқылы жаңағы сол жерден таза сөлді бөліп алуға өте ыңғайлы болып тұр ғой осы. Одан кейін осы фистула жаңағы несін тәжірибе жасайды ғой, итке жасайды. Осы әдісті жаңағы бүкіл талаптарға сай жасағаннан кейін жаңағы иттің жара пайда болады. Ол жерде жара жазылғаннан кейін ғана осы әдісті ары қарай жалғастыратын болған екен. Одан кейін бізде радиотелеметрия деп атайды. Яғни бұл арқылы бізде жаңағы ішектің, асқазан сөлінің қызметтерін зерттеуге өте ыңғайлы болды. Одан кейін бізде эндоскоппен қарау, яғни бұл бізде эндоскопты, яғни қарның ішкі құрылысын көруге болады. Эндоскопты адамға негізі жұтқызады. Жұтқызып отырып, ішкі несін қарауға өте ыңғайлы болды. Одан кейін бізде радиоактивті изотоп. Бұл осы арқылы бізде қоректік заттардың сіңірілу дәрежесін, ыдырау дәрежесін білуге өте ыңғайлы зерттеу әдістері болды. Жалпы бізде осы зерттеуге қатысқан ғалымдарға тоқталайық. Жалпы осы Рюмер деген ғалым, яғни адамның осы қарын сөлін алу үшін губканы кәдімгі жіпке байлайды да бір адамға, соны жұтқызады ғой. Сол кезде жаңағы жіп, яғни жаңағы губкаға не сіңеді ғой бізде сөл, асқазан сөлі, сол кезде соны шығарып алып, осы 1-2 тамшы сығындысымен зерттеу жасайды. Бірақ ол қатты тиімді болмайды губкамен пайдаланғаны, өйткені ол жерде таза сөл алынбайды ғой. Келесі бұл бізде болмен, яғни бұл қарын жаңағы
қан қуысына түтік арқылы термен жалғастырып, алғаш осы сөлдің құрамын зерттеген ғалымдардың бірі болып табылады. Яғни бұл түтік пайдаланады. Келесі бұл бізде басов, яғни фистуланы пайдалану арқылы, яғни иттің қарнына фистула қойып, сөлді жинап алып зерттейді. Ал Павлов өте жақсы жаңағы нені жасайды, яғни басовтың жаңағы фистула қойып зерттегені бар ғой, соны жалғастырады. Ол сол жаңағы несін иттің өңешін кесіп, оның екі ұшын сыртқа шығарып қояды да, одан кейін жалған тамақтандырады. Сол арқылы таза сөл шығарып алды да, құрамын анықтап, адам сөлінен ешқандай жаңағы иттің сөлі мен адамның сөлінің ешқандай айырмашылығы жоқ екенін жаңағы дәлелдеп береді. Осы яғни тиімді әдісті ұсынғаны үшін Павловқа жаңағы Нобель сыйлығын берген. Жалпы бүгінгі бізде ас қорыту физиологиясы осындай, ал бұл бізде бірінші бөлім болып табылады. Келесі ас қорыту жүйесінің организмдер, яғни ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, ішек деген сияқты органдардың физиологиясын келесі видеода шығаратын боламын.